Ой, келіңдер. Аға, Наурыз деген не? Және не үшін тойлаймыз? Ай, жарайсыңдар. Өте жақсы сұрақ. Ал, келе отырыңдар. Қазір сендерге бәрін айтып беремін. Наурыз келгенде кең далада жаңа бір тарих басталғандай болады. Күн көкжиектен биігірек көтеріліп, күн ұзарып, табиғаттың өз адамдарға құлағына сыбырлағандай болады. Өмір жаңарып, тіршілік қайта жанданады. Ерте заманда қазақтар көшпелі өмір сүрген кезде көктем ерекше кезең болатын. Қыста дала қар астында тынығып жатса, көктемде бәрі қайта қозғалысқа келетін. Адамдар киіз үйлерін жинап, кобальттарын оталдырып, отбасылармен бірге жолға шығатын. Сөйтіп Наурыз адам мен табиғаттың үйлесімін білдіретін мерекеге айналған. Тоқтаңызшы, сонда кобальт қайдан шықты? Ондай көліктер болып бет? Болған әрине. Сендердің ойларыңызша, мынандай үлкен кең далада біз жаяу жүрдік дейсіңдер ме? Қойыңызшы, онда бұл мүмкін емес қой. Жарайды, қалжыңдадым. Әрине ол кезде аттар болған. Бірақ бүгінгі күнде сол аттардың рөлін кобальт өте жақсы атқарып жүр. Түсінікті. Ал онда жалғастырайық. Адамдар таңды қарсы алып, бұлақ көздерін тазалап, ағаш отырғызатын. Ұзақ қыстан кейін қайта жанданған жер анаға алғыс айтатын. Мереке алдында үйді тазалап, қарыздарын қайтарып, ренжіскен адамдармен міндетті түрде татуласуға тырысатын. Үлкендер Наурызды жүректе өкпемен қарсы алсаң, ол өкпе бір жыл бойы сенімен бірге қалып қою мүмкін деп айтады. Сондықтан бұл күні адамдар бір-біріне қонаққа барып, құшақтасып, жылы сөз айтып, бақыт тілейтін. Осылайша Наурыз бәрін біріктіреді. Даланың қозғалысын, табиғатпен үйлесімділікті және адамдар арасындағы мейірімді қарым-қатынасты. Бәлкім, сондықтан болар, біз сол дәстүрді мыңдаған жылдар бойы сақтап келеміз. Біз ата-бабамыздан қалған дәстүрді құрметтеп, ілгері қарай алға қадам басып келеміз. Қарындарың ашқан шығар. Жүріңдер, дастарханға отырайық.